Barşaga salom dostlar. iPhone 11 Pro oynatılıp жатыр Telegram'da dostlar. Host Telegram и описание комментарияда Telegram'ның ссылкасы болады. Осыған срочно кіріп Telegram'da ойынға қатысамыз. Просто Telegram кіреміз болды достар. Осы iPhone 11 сіздікі болуы мүмкін. Barşaga salom dostlar, sizlerмен sport жаңалықтары. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Сарапшы Жәнібектің салмағындағы абсолют чемпион кім болатынын айтты. Америкалық журналист Джек Макферри тілшісі берген сұхбатында орта салмақта WBS чемпионы Жермар Чарло мен IBF және WBO титулдары ие Жәнібек Әлемханұлы арасындағы өтуі мүмкін жекпе-жек туралы ойын айтты деп хабарлайды. Чарло жуырда Жәнібекпен жекпе-жекке келіскендей болды. Әлемханұлы мен Чарло айқасы орта салмақтағы ең қызықты жекпе-жектердің бірі. Бұл қазақстандық боксшы үшін бірінші нағыз және салмақты қарсылас. Бұл кездесудің жеңімпазы абсолют чемпион кім болатынын шешеді. Өйткені жеңімпазға бір ғана титул, тек WBA белбеуі жеңіп алуы қалды. Чарло қазір қандай күйде екенін білмеймін. 3 жыл бұрын ол фаворит еді, бірақ қазір барып басқаша. Бұл қызықты жекпе-жек болады дейді Макферри. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.